Қазақ халқы тарихтың талай қилы кезеңдерінен өткенімізбен мына ұлы даланы мекендеп, өзіміздің бойымыздағы ұлылығымызды, даналығымызды, кемеңгерлігімізді, батырлығымызды, ерлігімізді жоймаған халықпыз. Қожа Ахмет Яссауиден бастап жеті жарғыны жазған Әуес Тәуке хандарымызды осы Құран сөзімен байланыстырып, Құрандағы жаңа Құдайдың айтатын сөзімен байланыстырып жазғандығын біз ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Халқымызды дағдарыстан, рухани дағдарыстан сақтау үшін ең бірінші өзіміздің дінімізге мықты болуымыз керек. Жастарымызды, жалпы қазақ халқын өзінің ислам дінінен бездірсек, ислам дінінен алып кетсек, оның орнын ешкімді бос қоймайды. Басқа бір діни ағымдар, солардың жаңағы қазақ даласын өріп жүрген миссионерлердің бәрі де біздің жастарымызды өз қатарларын тартуға әрекет жасамайды деп мен айта алмас едім. Ислам дінін жамандау, имамдарды жамандау, мешіттерде ғайбат сөз сөйлеу деген сияқты мәселемен айналысқанша біз бір ұлттық идеяға бірігетіндей, ұлттық жаңағы бір құндылықтарды насихаттау жағына біз айрықша мән беруіміз керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан қазақ жастарын, қазақ халқын өзіміздің ұлттық салт дәстүріміз негізінде тәрбиелеуге үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы орайда діни басқарманың жанынан дін және дәстүр деген арнайы бөлімнің құрылуы, насихаттардың көпшілігі өзіміздің қазақ ғұламаларының өмірбаянымен, қазақтың салт дәстүрлерімен байланыстырып айтылып жатқандығының біз куәсі болып отырмыз. Елдің тыныштығын, елдің шырқын бұзуға ешқайсымызда хақымыз жоқ. Елге ес сөз айта білейік, елдікке жұмылдыратын, ерлікке жұмылдыратын, еңбекке жұмылдыратын сөз айта білейік.